Сол Лұқман Хакім баласына айтқан екен: "Ей балам, егер Алланы еске алып жатқан адамдарды көрсеңіз, онда дереу бүкіл шаруаңды ысырып, сол жиынға қарай жүгір" деп айтады екен. Өйткені, егерде сен білімді болатын болсаң, ей балам, сол жиында саған білімің пайда береді дейді. Пайда береді деген сөзі дейді, ол білесің, бірақ ұмытып қалған болуыңыз мүмкін да, ана жиынға келіп есіңізге түсіп кетті да. Ал егерде білімсіз болсаң, ей балам дейді, онда ол жиыннан тым болмағанда бір нәрсені үйренесің дейді. Сол отырыстың құрметіне дейді, қарасаңызшы, Алланың рахымы түсіп тұрған кезде дейді, мынадай жерге Алланың рахымы түсіп тұрады ғой, сол мәжілістің құрметіне Алла сізден кешіріп жібереді деп айтқан екен. Дым білмейтін біреу болсаң да Алла кешіріп жібереді дейді ана отырыстың құрметіне. Ей балам, пасықтардың жиынына жолама, карта ойнап жатырма, ол жерге барма деп жатыр ғой. Неге? Өйткені сен білімді болсаң, білімің ол жерде пайда бермейді дейді ол жиында. Енді уағыз айт: "Жігіттер, мына карта болмайды, құмар ойын ғой, ақша тігіп жатыр" деп айтып жатыр. Уағыз айтпай ақ қойшы бізге бұл жерде деп, мешітке барып айтшы деп айтса бар ана жерде, болды, одан кейін ешкім тыңдамайды сіздің сөзді. Біліміңіз пайда берді ма ана отырыста? Ал егер білімсіз болатын болсаң, ей балам дейді, онда тағы да бір күнәні үйреніп, надандықтың батпағына батып шығасың. Бұрын қалай ставка тігуді білмейтін болсаң дейді, солармен аралассаң барып, қалай құмар ойынға ставка тігуді үйретеді олар. Және ол отырысқа Алланың ызасы, қаһары түсіп тұрады дейді. Сені мынау ғалым ғой, мынау тақуа ғой деп қарамайды, аналармен бірге жазалап жібереді дейді, жазасы түсетін болса.